Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бұл сабақта Әл-Маун сүресін тура оқығанды үйренеміз. Алғаш тура оқылышын оқып берем. Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Birinci ayatта Араайта сөзін айтқанда хамза туғыштарын ачайқын шығарауыз. Араайта. Әлләди жана юкәддибу сөздерін айтқанда зайл туғышын тура шығарауыз. Зайл туғышы тілдің ұчы үстіңкі қашқа тіштің ұчына теген жерден шығады. Әз, зал. Араайта әлләди юкәззибу. Биддин сөзін айтқанда дал туғышын тура шығарауыз. Биддин. Геді бұл сөз биддин болу оқыл қылған қатары кездешеді. Туғрасы биддин. Әд, дал, биддин. Гейін каят. Фәдәлика әлләди яду'у сөзін айтқанда екі айын шығарауыз. Яду'у. Фәдәлика әлләди яду'у лиятим. Гейін каят. Вәлә яхудду сөзінде дот туғышын тура шығарауыз. Дот туғышы тілдің қапталы үстіңкі қашқа тішке теген жерден шығады. Доды. Әд, доды. Вәлә яхудду. Ал емегейді дот туғышын орнына зо оқып қалған қатлары кездешеді. Мисалы, вәлә яхузду. Бұл тура емес. Туғрасы дот туғышын шығарауыз. Вәлә яхудду. Андан кейін, ала таами сөздерінде созылма туғыштарға көңіл бұрауыз. Ала таами. Екі әрекет өлшемді созылады. Вәлә яхудду ала таамил мискин. Кейін каят. Фавайлул лил мусаллин. Фавайлулли дегенде таштитке көңіл бұрауыз. Фавайлуллил. Екі ләм шығарауыз. Фавайлуллил мусаллин. Әл-мусаллин сөзін айтқанда сот туғышын жон оқиуыз. Әл-мусаллин. Со. Ас. Әл-мусаллин. Кейін каят. Әлләдина хум ан салатихим дегенде ан сөзіндегі сүкінді нұн туғышын салатихим сөзіндегі сот туғышының шығат тұрған жеріне жашырып дымақ менен айтауыз. Ан салатихим. Әлләдина хум ан салатихим сахун. Кейін каят. Әлләдина хум юраун. Юраун сөзін оқығанда 4-5 әрекет өлшемді созып оқыш важип болады. Мана ошондуктан созып оқиюз. Әлләдина хум юраун. Жана ең ақырқы аят ваямнаунал маун. Бұл аятта айын туғыштарын ачайқын білдіріп шығарауыз. Айын туғышы алқымдың тақ ортосынан шығады. Ваямнаунал маун. Мына сабақтың ақырында дағы бір жолу Әл-Маун сүресінің тура оқылышын оқып берем. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul azim. Allah taala bardыгыбызга Qur'ani Karimди tajwid менен окуганга мүмкүнчүлүк берсин.